Армысыздар достар. Біз экономикалық сауатты қалыптастыру мақсатында видео дәрістер жүргізгелі отырмыз. Бүгін алғашқы сабағымызды бастаймыз. Алдымен экономика дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп көрелік. Экономика шаруашылықты жүргізу туралы ғылымдар жиынтығы. Қызмет көрсету, не тауарларды тұтыну, өндіру және айырбастау үдерісінде адамдардың өзара қарым-қатынасын зерттейтін әлеуметтік ғылымдардың бір түрі. Уайымдамаңыздар достар, біздің экономикалық сабағымызды қарапайым адамның өзі оңай түсініп алады. Мен сияқты шығармашылық бағыттағы адамға экономиканың не қажеті бар деуіңіз мүмкін. Бұл әрине орынсыз сұрақ. Бұл күрделі ғылым саласы туралы еліміздің әрбір азаматында жалпы түсінік болуы тиіс. Әйтпесе сіз қиялыңыздағы зәулім үйге не қымбат көлікке қол жеткізе алмайсыз. Себебі кез келген мұқтаждық сізді ерте ме кеш пе экономикамен байланыстырады. Иә, бұл рас, және оған соншалықты таңырқаудың да қажеті жоқ. Бұл терминді біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырда Аристотель ойлап тапқан. Байқағаныңыздай, экономика ұзақ тарихи даму жолынан өтті. Бір кездері оны тіпті саяси экономика деп атаған. Бірақ 1-2 ғасыр бұрын ол саясаттан тәуелсіз бола бастады. Бүгінде экономиканы саясатқа араластырмай-ақ түрлі саяси шешімдерді болжауға болады. Зерттеу ауқымына қарай ол макроэкономика және микроэкономика болып екіге бөлінеді. Микроэкономика тұтынушылар мен олардың таңдауын бөлек қарастырады. Кімге және не өндірген дұрыс екенін айырбастау үдерісінде өзара қарым-қатынасын зерттейді. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерге жұмыссыздық, инфляция, экономикалық өсу, ақша саясаты, экономикалық белсенділіктің циклдері жатады. Көне грек тілінен аударғанда экономика тұрмысты басқару деген мағына береді. Әрине, жалпы түсінік бойынша бұл рас. Мысалы, сіз смартфон сатып аласыз, бірақ ол сатылымға түспес бұрын алдымен өндірілуі керек. Оған арналған шикізат химиялық жолмен алынады. Бұл ресурс деп аталады. Ал ресурстардың өте шектеулі екені белгілі. Сондықтан мұны экономикасыз шешу әсте мүмкін емес. Кез келген кәсіпорын экономистер өмір сүруі мүмкін емес. Кәсіпорындарда экономикалық қызметтің көптеген бөлімдері бар. Олар енді бухгалтерия, жоспарлау бөлімдері, тағы да басқа өндірістік бөлімдер. Бұл бөлімдер ресурстардың жұмсалу керектігі жөнінде жоспарлар құрады, сол жоспарларды іске асыруға көмектеседі. Экономика қоғамдағы аса маңызды сала. Ол барлық үдерістің барысын анықтайды. Қанша адам болса, сонша қажеттілік бар. Бұл мәселе 100 жыл бойына экономиканың экстенсивті дамуы негізінде шешілді. Ол кезде жаңа кеңістіктер мен арзан табиғи ресурстар өндіріске тартылған еді. Бүгінгі ғылыми техникалық даму кезеңінде бұл әдіс қайта жүзеге аспайтыны белгілі болды. Содан ең мықты деген ғалымдар ойлана келіп, экономика енді интенсивті болуы тиіс деген шешімге келді. Яғни бұл ресурстарды дұрыс және тиімді пайдалануды меңзеді. Ендігіде адамзат бар ресурсты қайта өңдеу арқылы аз шығындалып, мол өнім алу керектігін түсінді. Экономиканың басты қағидаттарының бірі ол ресурстарды аз жұмсап, жоғары нәтижелерге жету болып табылады. Біздің Қазақстанда қолданылатын техника, технология көбінде ескірген, ол ескірген технологиялар мына кәдімгі үнемдеу саясатын жүргізуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан әзірше Қазақстан экономикасы тиімді, үнемді деңгейге жете қойған жоқ. Қане, кім сабақтан жалықты? Ескертіп қояйын. Алдымен экономика заңдылықтарын жақсылап білу керек. Бұл кәсіпкердің де, үй шаруасындағы адамның да өмірінде кәдеге жарайды. Мысалы, ноутбукты несиеге алу керек пе? Жөндеу жұмыстарын қалай арзан жасауға болады? Лондонда оқу үшін қалай ақша жинау керек? Бұл сұрақтарға экономикасыз дұрыс жауап беру мүмкін емес. Сонымен сабағымызды жалғастырайық. Экономиканың негізгі 9 заңы бар. Олар сізге олигарх болып кетуге көмектеспесе де, өміріңізді жақсартуға
әсер етеді. Бірінші заң дефицит, яғни жетіспеушілік. Бұл тауар сирек кездескен сайын қымбатырақ болады деген сөз. Демек, мұндай тауарға қалайда қол жеткіземін деген мақсат болмауы керек. Екінші заң сұраныс пен ұсыныс. Тауарға сұраныс көбейген сайын бағасы да артады. Сізге кеңес: сұраныс көп тауарға қол созбаңыз. Егер сұраныс төмендесе, баға да құлдырайды. Ажиотаждық сұраныс болатын болса, ол тауардың бағасы көтеріліп кететін болады. Сондықтан бұларда сондай сұранысқа бармау керек. Сонда тауарлардың бағасы өз қалпына келеді. Үшінші заң алмастыру. Қымбат, пайдасыз заттарды қол жетімді тауарға алмастыруға болады. Икемді болсаңыз, үнемді боласыз. Мысалы, телефондардың жаңа түрлері пайда болған кезде, оған деген сұраныс тым күшейіп кетеді, сонымен байланысты оған баға көтеріледі. Ал енді бұларда оның бұрынырақ шыққан тұтынушылық қасиеттері соған сәйкес келетін арзан түрлері болады. Сондықтан көбінде тұтынушылардың соған қарай ұмтылғаны дұрыс болар еді. Сонда ол арзанырақ түседі, бірақ жаңа тұтынушылық қасиеттері төмендемесе еді. Төртінші байланыс заңы. Егер бір заттың құны артса, жақын арада басқа тауарлар да қымбаттайды. Мұндай жағдайда қор жинауға кірісіңіз. Бесінші заң кірістің төмендеуі. Бұл тауарды өндіруге кететін шығын уақыт өткен сайын артады, ал бағасы төмендейді деген сөз. Иә, ондай да болады, достар. Неғұрлым өнімді кәсіпорындар игеріп, оны соң кейін жаппай өндіріске қойған сайын табыстар да төмендей бастайды. Бірақ егер белгілі бір мөлшерден оның өнімнің бағасы төмендеп кететін болса, онда кәсіпорындар мына өндірісті жолға қоюға мүдделі болмай қалады да, сондықтан ол тауарлар жоқ болып кетуі мүмкін. Келесі заң керісінше кірістің артуы. Егер біреудің тауар өндірісі бәсекелестеріне қарағанда мол әрі белгілі бренд болса, оның бағасы артады. Бұл таныс жағдай. Жетінші заң таңдау заңы. Мұнда бәрі де оңай. Тіпті қарапайым бір күріштің өзін сан түрлі өндірушілер ұсынады. Басқалары туралы айтпасақ та түсінікті. Сегізінші заң жеке баға. Түсінікті тілмен айтқанда саудаласу. 50 мыңның тауарын аласыз ба, әлде 100 мыңның тауарын аласыз ба? Қалтаңызға қараңыз. Ал енді соңғысы максимум заңы. Біреулер өндіріс кезінде, енді бірі сату кезінде, ал үшіншілері сатып алу кезінде пайда табуды қалайды. Сондықтан да тауарды тиімді бағаға алыңыз. Бәсекелестік жоқ жерде монополиялық баға болады да, ол өте жоғары бағаға ие болады. Бәсекелестік жоғарылай бастаған сайын, ол бағалар тиісінше төмендеп, сол кәдімгі тиімді бағаға сәйкес келеді. Кез келген қоғамда экономика мынадай сұрақтарға жауап беруі тиіс. Қай тауарды және қандай мөлшерде өндіру керек? Себебі шығарылып отырған өнім сұранысқа ие болмауы мүмкін. Немесе керісінше үлкен сұраныстағы тіпті жетіспейтін дефицитте болуы да мүмкін. Тағы бір маңызды сұрақ: өнімді кім үшін шығару керек? Тұтынушылар әртүрлі болады. Барлығы олардың табысына, талғамына, жасы және тағы да басқа ерекшеліктеріне байланысты. Экономика тұтынушылар тобын анықтап қана қоймай, табыстарына әсер ету арқылы осы топтың қатарын толықтыруға тырысады. Кәсіпорын тұтынушылардың кәдімгі сұранысын, оның қажеттіліктерін, мұқтаждықтарын зерттейді. Соны зерттеп барып, өнім өндіріске қойылады. Сондықтан бұларда қандай өнім өндіру керектігін шешетін тұтынушылардың сұранысы, солардың қажеттіліктері, мұқтаждықтары. Үшінші сұрақ: қалай өндіру қажет? Технологиясы ескірген, еңбек үдерісі төмен шағын зауыттарда, немесе керісінше заманауи құралдармен жабдықталған үлкен өндіріс орнында көп мөлшерде өндіруге де болады. Осы үш сұраққа берілетін жауаптардың негізгі мақсаты бір: ол шектеулі ресурстар негізінде максималды өнімділікке қол жеткізу. Бүгінгі сабақта не айтылды? Қысқа қайырсақ, экономика тұрмысты дұрыс басқару туралы ғылым, ал үнемді экономика тұрмысты тиімді басқару туралы ғылым. Онсыз үйде сала алмайсыз, ұлыңызға да бұл туралы айтып бере алмайсыз. Сондықтан
екінші сабақты күтіңіз. Оған дейін бүгінгі сабақты қорытыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.